Менің қолымда екі жолақ магнит бар. Бұлардың полюстері бірдей болатын болса, олар бір-бірінен тебіледі. Ал егер полюстері әртүрлі болатын болса, олар бір-біріне тартылады. Енді осы магниттердің сыртында не болып жатқанын біз көзбен көре алмаймыз. Бірақ кейбір құралдарымыз арқылы осы магниттердің сыртында болып жатқан құбылысты көз алдарымызға елестетіп көруімізге болады. Мысалы, мынадай бір құрал бар. Бұл көріп тұрған болсақ, әртүрлі орналасқан металл тілшелер бар. Егер осының ішіне мен осындай бір магнит салатын болсам, магнитті салып, қазір қақпағын жабайын. Көріп отырғанымыздай, әртүрлі орналасқан тілшелер белгілі бір бағытпен, белгілі бір ретпен орналасқан көріп отырмыз. Яғни бұл магниттің сыртындағы магниттік күштер, магнит өрісінің арқасында. Осындай құбылыстарды құралдар арқылы көруімізге болады, немесе альтернативті вариант деп айтсам болады, ол виртуалды платформалар. Виртуалды платформаның бір жақсы жері ол қауіпсіз және де қолдануға тиімді, уақытты да көп алмайды. Енді осындай виртуалды платформаларды қай жерден тағы да пайдалануымызға болады. Өзіміз қолданып жүрген білім класс, яғни білім кластың ішінен сіздер осы виртуалды платформаны пайдалана аласыздар. Сол жақта шетте біздің өнімдер деген бөлігі тұрады. Біздің өнімдер деген үстін басатын болсақ, білім ленд деп тұр. Білім лендті басамыз. Сіздерде осы білім лендке кірген кезде кіру деген батырма шығуы мүмкін. Сіздер кәдімгі білім классқа қандай логин парольмен кіріп жүрсіздер, сол логин парольді теріп кіре аласыздар. Асты жағына өтетін болсақ, әртүрлі, енді тек қана бұл жерде физика ғана емес, көптеген пәндер бар. Сонымен қоса конспектілер көруімізге болады, бейнероликтер дейді, және де бізге қажетті виртуалды зертханалар астың жағында ОБТ-ға дайындауға арналған әртүрлі тесттер дейді. Виртуалды зертханаларды ашам, соның ішіндегі физикасын. Не көріп отырғанымыздай, бұл жерде виртуалды зертханалар өте көп. Асты жағына түсе берейін. Енді осының ішінде мен сіздерге электр тогын тізбегін жасап көрсеткім келіп отыр. Кіріспе дегенді басам. Не көріп отырғанымыздай, электр тогын осы жерден сіздер жасап оқушыларға көрсете берсеңіздер болады. Мысалы, шамды аламын, тоқ көзін, батарейканы аламын, өткізгіштерді алып, осыларды бір-бірімен жалғай бастаймын. Егер қосқыш кілт керек болса, оны да пайдалансақ болады. Яғни мен бір қарапайым тізбекті құрастырдым деп айтсам болады. Тізбекті тұйықтаймын, тізбекті тұйықтағаннан кейін шамымыз жанады. Егер шамды ары қарай қаттырек жандырғымыз келсе, ондай болатын болса, кернеуді жоғарылатып, шамның жарқырауын жоғарылатсақ та болады екен. Бұл енді платформа бізде интернетпен жұмыс жасайды. Егер де сіздерде интернет болмайды, сонда кейбір проблемалар болып жатса, сіздерде ең жоғары жағында Java деген белгісі тұр. Осыны басамыз. Және де мына жерде жүктеу деген батырмасын басып, бұны жүктеп алсақ болады. Енді бұны мен алдым жүктегенмін, сол үшін де сіздерге дайын жүктелген версиясын ашып көрсетсем болады. Дәл жаңағы платформа сияқты, интернетпен жұмыс жасайтын платформа сияқты, енді бұл жерде де сіздер сол тізбекті осында да құрастыра берсеңіздер болады. Қосқышты қосамыз. Тізбекті тұйықтаймыз. Көріп тұрғанымызда біздің шамымыз жанып тұр екен. Бұл енді ешқандай да интернет қажет етпейді. Бір жүктеп алсақ, бұл сіздердің жүктелген жерде тұра беретін белгілі. Бұл жерде тек қана электр тогын тізбекті ғана құрастырып қана қоймай, түрлі
физиканың тарауларына байланысты әртүрлі құбылыстарды және де зертханаларды жасап көрсете берсеңіз болады. Әрине бұл платформа біздің өзіміздің күнделікті пайдаланып жүрген білім кластың ішінде.